Құрметті 7-ші сынып оқушылары, С деңгейінің есебі 5-те 13 есеп. Есептің берілгенінде А тең минус 2, В тең минус 2-ден 1 болса, онда мына өрнектің мәнін табыңыздар деп тұр. Бізде бірінші есептің берілгенін жазып қойдым. Дәреженің қасиеті бойынша 5-ті 3-ке көбейттік, 15 болды, 5-ті 5-ке көбейттік, бұның 25 дәрежесі бөлу. Екінші жақшаны да солай аштық, 7-2 14, 7-ні 2-ке көбейттік, 12-ні 2-ке көбейттік, 24 болды. Көбейту, А-ның 3 дәрежесі, бұның 3 дәрежесі тең. Енді мұндағы бөліндірінді бөлшек түрінде жазсам, А-ның 15 дәрежесі, көбейту, бұның 25 дәрежесі, А-ның 14 дәрежесі, бұның 14 дәрежесі болады. Мынау бөлімде тұрды. Бөлу бөлшекпен жазып, көбейту, А-ның 3 дәрежесі, бұның 3 дәрежесін өзі жазып аламыз. Енді балалар бөлудің қасиеті дәрежені мына жерде бөлуді орындап тұр ғой. 15-тен 14 тап тастаймыз, А-ның өзі қалады. 25-тен 24 тап тастаймыз, бұның өзі қалады. А-ның 3 дәрежесі, бұның 3 дәрежесі жаздым. Мынау мында тұр тең. Енді мында А-ның 1 дәрежесіне А-ның 3 дәрежесін қостық, А-ның 4 дәрежесі болды. Бұның 1 дәрежесіне бұның 3 дәрежесін қостық, бұның 4 дәрежесі болды. Енді А-ның орнына минус 2-ні қоямыз, бұның орнына минус 2-ден 1-ді қоямыз. Минус 2-ның 4 дәрежесі жүріпсан болғандықтан 16 болады. 2-ден 1-дің 4 дәрежесі 16-дан 1, 16 мен 16 қысқарып 1 шығады. Екіншісін өздеріңіз шығарыңыздар. 5-те 14-дің біріншісі 4-дің К дәрежесі көбейту 3-дің N дәрежесінің 2 дәрежесі бөлу, 4-дің К минус 1 дәрежесі 3-дің N минус 1 дәрежесінің 2 дәрежесі тең. Біз мұнда 2-ні К-ға көбейттік, 4-дің 2К дәрежесі көбейту, 2-ні N-де көбейтеміз, 3-дің 2 N дәрежесі болады. 4-дің 2К минус 2 дәрежесі, мына 2-ні К минус 1-ге көбейтемін, 2К минус 2 көбейту, 2-ні N-де көбейттік, 2N минус 2, 3-дің 2 минус 2 дәрежесі тең. Бізде енді 4-дің 2К дәрежесінен 2К минус 2-ні аламыз, сонда 2К минус жақша және 2К минус болды. Мына бөлшек бөлуді білдіргендіктен дәрежесін алып тастадық, негіздері бірдей. Көбейту 3-дің 2N дәрежесінен минус 2-ні алып тастаймыз мына, 2 минус 2. Сонда тең болады, 2К менен 2К қысқарып кетеді. Мына 2К мен 2К қысқарып кетеді, 2 қалады терісі мынау сұр болады. 2N қысқарып кетеді, минус 2 оң сан болады. Сонда 3-дің 2 дәрежесі, 4-дің 2 дәрежесі 16, 3-дің 2 дәрежесі 9, 16-ны 9-ға көбейтсек 144. Осы шығарылып қалғандарын бүгін шығарып беріңіздер сабақта.